Hello, how are you? I want to say you welcome to our second lesson. Сәлем, қалың қалай? Бүгінгі біздің екінші сабағымызға қош келдің. Және бүгін бізде өте қызықты сабақтар. Бүгін бізде parts of body. Today is our lesson about parts of body. Okay? Яғни біздің бүгінгі сабағымыз дене мүшелеріне байланысты. Ол қандай дене мүшелері? Бет, мұрын, көз, құлақ, ауыз, бас, шаш. Осының бәрін сен бүгін ағылшынша үйренгің келе ме? Ендеше бастайық. Let's get started. Okay, please open your books at page 6. 6-шы бетті аша қой, pupils book'та, Okay, let's start by reading our new words. Бүгінгі біздің жаңа сөздерімізден оқып бастасақ қайтеді? Мысалға, 5-ші тапсырмада көптеген дене мүшелерінің суреттері тұр. Құлақ, бет, көз, шаш дегендей, Мен енді оның бәрін ағылшынша білу үшін сен менімен бірге 6-шы бетті аша қой. Тапсырмада listen, point and repeat. Okay? And then you have to number these pictures. Сен listen, яғни тыңдауың керек, point, кітаптан көрсетуің керек естіген сөздеріңді. Содан кейін не істеуің керек? Менің артынан қайталап айтуың керек. Сонымен қатар сен қаламсабыңды алып, істеуің керек number, яғни нөмірлеуің керек. Кеттік ендеше, бастаймыз. Менімен бірге экранға назар аудар. Okay, look at our screen. Яғни біздің экранға назар аудар. Бірінші суретте сен өзің көріп өтсің, In the first picture we see its head. Yes, its head. Яғни басымыз. Артынан қайталай ғой, head. 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 The second picture is hair. Шаш. Hair. Hair. Кәне, шашымызды ұстайықшы, кәне. Қазір ұстаймыз шашымызды бірге. Айтамыз. Hair. Hair. Okay, good. The next one. Eyes. Ұстаймыз көзімізді бірге. Eyes. Eyes. Сіздер open дегенді білесіздер, сөзді аш деген және close деген сөзді білеміз. Жап дегенді. Кәне, мен саған қазір көзіңді аш, жап деп айтамыз. Сонымен бірге, менімен бірге істейміз. Close your eyes. Open your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Кәнекей, көзіңді жұмшы дегенде close your eyes деп айтам. Көзіңді ашы деген кезде open your eyes дейм. Ендеше кеттік. Close your eyes. Open your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Good. Енді сен eyes деген сөзді жаттап алдың. Келесі сөз бізде ears. 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 Бізде қанша құлақ бар? 2 құлақ бар. 2 құлақ ол бізде әдетте көпше түрде айтылады. Бір құлақ болса ear. Бізде енді 2 құлақ бар, сондықтан да біз оны ears. Ears. Good. Құлақты да үйреніп алдың. Келесі біздегі сөз ол nose. Nose. Иіс сеземіз онымен, Nose. Repeat after me. Қайталай ғой. Nose. Орысша nose деген сөзге ұқсайды, Nose. Good job. Артынан қайталап керемет жаттап алғансың. Және келесі сөз mouse. 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 Кәне мен open your mouth десем не деп жатырмын саған? Аузыңды аш деп. Ондай кезде дәрігерлер айтады бізге, Тіс емдеуші дәрігер, Open your mouth. Mouse. Repeat after me. Қайтала. Mouse. Mouse. Аузымызды айтамыз, The next one. Hands. Hands. Қара балақай. Hand
Hand дегеніміз бір қол, hands сыны қосып айтсақ, екі қол деген сөз. Екі қолды айтып тұрмыз. Hand дегеніміз мына саусақтың ұшынан білекке дейінгі жерді қамтиды. Мына қолдың бәрін біз hand демейміз. Қазақша әрине мұнанын да қол деп айта береміз. Сондықтан да бұл жердегі ағылшында hands дегеніміз тек мына жерден мына жерге дейінгі ғана бөлшекті қамтиды. Артынан қайталау ғой. Hands. Hands. Repeat after me. Hands. Және соңғы сөзіміз аяқ. Аяқ болса leg. Аяқтар болса екі аяқ қой бізде де өйткені legs. Legs. Repeat after me. Legs. Legs. Okay, good job. Окей, балақай, енді кітабыңның осы дене мүшелері беріліп тұрған жерде сенде оң жағына тапсырма берілген. Яғни ол жерде не істеп тұр? Шаш қандай нөмірмен тұр? 2. Яғни сөздердің орындары ауысып кеткен, ал сен мына суреттердегі тұрған нөмірлерді сәйкесінше сөзге нөмірлеп шығуың керек. Мысалға, бірінші сөз hair. Hair. It's number 2. Hair ол шаш, оның қасына 2 деп жазамыз. Келесі сөз бізде legs. Legs. Ол қандай сан? Legs. Қай сан? What number? 8. Number 8. 8-ші сан. Жақсы, дұрыс. Келесі. Nose. Енді бұл оңай. Nose. Nose. It's number 5. Good job. The next one. Head. Head. Мен саған көмектесейін. Head. Head. It's number 1. Good job. You are so amazing. Okay. The next word is hands. 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 It's number 7. Good. The next one. Ears. Ears. It's number 4. Good job. Белгіле. Match them. And the next, mouse. Mouse. Сен көбінесе мультиктерді қарайтын шығарсың, мультфильмдерді. Сен мына өлеңді естіп педің? Johnny, Johnny, yes, papa. Eating sugar, no, papa. Open your mouth. деген мультфильмді көресің ба YouTube'дан? Мен сенімдімін. Сен болмасаң да, мүмкін сіңілерің, інілерің көретін шығар. Сол кезде Johnny, Johnny деп не істеп жатыр әкесі? Open your mouth. дейді. Яғни аузыңды ашшы кәне. дейді. Сонымен mouse дегеніміз не? Аузымыз. Ол қандай суретте тұр? What number? Yes, you are right. 6. Yes, and the last. Eyes. 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 Апайың айтып қойды, көз. Eyes. Ол қандай суретте тұр бізде? Үшінші суретте number 3. Good job. Емес, үйден саған тапсырма, менің сабағым аяқталғаннан кейін сен міндетті түрде my nose, my eyes, mouth, head, hair, ears, hands, legs деп айтып бер. Өз-өзіңе сөйтіп айта берсең, сен бүгінгі сабақты мүлтіксіз жаттап аласың. Good. The next. Келесі тапсырмаға көшейік. Rearrange the letters and write the words. Бұл жерде сен өзің көріп тұрғандай, мына қыз мысықтың суретін салған. Бұл мысықтың суреттерінде мысық не істеген?
дене мүшелерінің жазуларындағы әріптерді шатастырып алған, ал сен оған көмектесуің керек. Я, мысалға бірінші сөзде қарашы, дәхе деп тұр. Қандай әріптер тұр? D-A-H-E. Ондай сөз жоқ қой, ондай дене мүшесі жоқ қой бізде бүгінгі сөзде. Яғни бұл жерде әріптері ауысып кеткен. Сен өзің құрастыра аласың ғой, я? Я, бірінші сөз бізде head. Head, яғни бас деген сөз ол жерде тығылып тұр. Келесі, екінші сөзді көмектесіп берейін. Бір түрлі сөз тұр, я? Humot. Ондай сөз жоқ қой. Сонымен қандай сөз тұр ол жерде? Яғни қызыл сурет барып, аузына барып тұр. Ауыз ағылшынша қалай? Сен білесің. Mouse. Я, сөйтіп жаза ғой. Яғни қалай жазылады mouse деген? Қандай әріптер? How do you spell it? M-O-U-T-H. Good job, very good. Енді арғарай өзің жазаласың деген ойдамын. Yes? Can you write? Жазаласың ба? Ендеше онда саған 2 минут берейін. I'll give you 2 minutes. Балақай, мен саған қазір енді сабақтың грамматикасын түсіндірмекшімін. Бұл жерде сен мұқият тыңдауың керек. Егер көмек керек болса, ата-анаңмен бірге тыңда. Жарай ма? Бірінші бүгін біз грамматика бойынша have got and has got. Міне, have got қайталаш артынан. Have got, has got. Екеу менде бар деген сөзді білдіреді. Менде бар. Мысалға, I have got a pen. Менде қалам бар болса, мен айтам I have got a pen. Бірақ has got-ты да қолдана бере алам ба деп ойлайсың, я? Ендеше мен соны саған түсіндіруім керек. Ағылшын тілінде есімдіктер бар. Ол қандай есімдіктер? Қараймыз. I, you, we, they, he, she, it. Сен бұларды білесің, я? Ал білмесең, қазір саған түсіндіріп жіберейін. I дегеніміз мен, you дегеніміз сен, he дегеніміз ол, яғни ұл бала болса айтамыз, я? Ол деп. Қызға айтуға болмайды he деп. She дегеніміз ол да ол деп аударылады, бірақ оны қыз балаға айтамыз. Және it ол заттарға айтылады. It заттарға және жануарларға айтады. Және we дегеніміз біздер, they дегеніміз олар деген сөз. Я, қайтадан жерге жазып қоямын бәрін, тағы да енді бір қарап ал. Ендігі саған айтайын дегенім. 2 отбасыға бөлеміз есімдіктерді. 2 отбасы деп отқанымыз. Бірінші отбасы ол бізде I, you, we, they. Яғни мен, сен, сендер, олар, біздер деген сөздер. Ал екінші отбасыда тек қана 3 адам тұрады. He, she, it. Түсінікті ма? Я, сен солай жаттап ал. Қара, бірінші отбасыда I, мен тұрамын, Альфи апайың. Және you, сен тұрасың мына отбасыда. Және we деп тұр. Біздер тұрамыз. Көп адам тұрамыз, я? Және they, олар. Яғни, мына бірінші отбасы бізде көп үлкен отбасы болып саналады. Ал мына екінші отбасы тек қана 3 есімдіктен тұрады. 3 адамнан тұратын отбасы сияқты. He, яғни бір папасы тұрады, he дегеніміз, she дегеніміз мамасы, әйел адам, және it, ол жерде адам емес, және мысығы бар деп ойлайық, жануар тұрады. Жарай ма? Енді қазір мына 2 отбасыда бір нәрсе бар деп айту үшін біз have got пен has got-ты қолданамыз. Have got-ты бірінші отбасыға қолданамыз, has got-ты екінші отбасыға қолданамыз. Мысалға, менде кітап бар деп айтайын. Я?
Онда I, мен деген сен білесің оны. I деген сөз Айға have got'ты қолданам ба, has got'ты қолданам ба, бар деп айту үшін. Әрине, үлкен отбасы бізде have got'ты қолданады. I have got a book. Менде кітап бар. Ал енді сенде кітап болса, сенде кітап бар дегенді қалай айтам? Сен деген ағылшынша you. You have got па, you has got па. Қарашы, қай отбасыға жатады you деген? Үлкен отбасыға. Сондықтан да have got'ты қолданамыз. You have got a book. Сенде кітап бар. Ал енді бізде кітап бар. Мысалға, бізде міне кітап бар. We, біз have got бар. Не? Кітап. Я? Ағылшын тілінде we have. Біз, одан кейін бар деген сөз тұрады. We have got a book. Или кітаптар болса books. Келесі, they have got. They have got a book or books. Я, оларда кітап бар десең, you have got, they have got, we have got, I have got деп айтамыз. Ал жаңағы үш-ақ адамнан, то есть екі адам бір мысықтан тұратын отбасыда he, she, it. Олар has got деген сөзді қолданады екен. Сондықтан да кеттік онда. He has got a book. Яғни ер адамды айтып жатырмыз, я? Ұл баланы айтып жатырмыз. Мысалға сенің досың бар делік. Оның аты Нұрлыбек. Я? Нұрлыбекте кітап бар деп айтқың келсе, Нұрлыбек have got емес, has got болады. Өйткені Нұрлыбек ол ұл бала. He болып тұр. He дегеніміз Нұрлыбек he болып тұрғаннан кейін оған Нұрлыбек has got деп айтамыз. Ал келесі бізде she. She дегеніміз қыз балаға айтылады. Яғни Айгүлде кітап бар деп айтқым келсе, ода кітап бар деп айтамын, я? Яғни Айгүлде кітап бар екен айту үшін she has got. Has got қолданам. She has got a book. Және мысықта ауыз бар деп айтқым келсе, мысықта да ауызы бар ғой, я? It has got a mouth. Кәне, мен енді бүгінгі сөздерді қосып айтып көрейік, я? Осы грамматикалық конструкцияға байланысты. Менде құлақ бар. Бір құлақ бар болса. Жарайды, жоқ, бір құлақ емес, мұрын бар деп айтайықшы. Менде мұрын бар. I have got a nose. I have got nose. Менде мұрын бар. Ал сен мынаны аударып көр. Сенде қол бар. Бір қол болса. You have got па, has got па? Have got. You have got hand. You have got hand. Сенде қол бар. Бізде қол бар болса. We have got a hand. Бір қол болса. Егер екі қол болса, we have got hands. Және оларда көздер бар деп айтқым келсе, онда they have got eyes. They have got eyes. Дұрыс, я? Енді, мысалға, кеттік ары қарай. Ендеше, сен қазір өзіңнің кітабыңдағы 7-ші жаттығуды орындай қой. Ол жерде былай беріп тұр тапсырма. Complete, аяқта дейді. Use have got or has got. Have got немесе has got'ты саған қою оңай. Мысалға, біріншісін түсіндіріп жіберейін. We have got green eyes. We дегеніміз біз деген сөз, я? We дегеніміз ол бізде бірінші отбасыға жатады. Ол бірінші отбасыда әрдайым have got'ты қолданады. Сондықтан да we have got green eyes. Ал екіншісін көмектесіп берейінші саған. Нұрлыбек big hands деп тұр. Нұрлыбекке мен have got'ты қоям ба, has got'ты қоям ба? Нұрлыбек бұл бізде ұл бала. Ұл балаға біз
ұл бала, яғни Нұрлыбектің артында ұл балаларға қолданатын he деген, яғни ол деген частичка, яғни бөлшек сөз тығылып тұр Нұрлыбектің артында. Сондықтан да Нұрлыбек has got болады. Екінші отбасындағы қолданатын сөзді қолдануымыз керек. Нұрлыбек has got big hands. Нұрлыбекте үлкен қолдары бар дейді. Келесі үшіншісін өзің жазып көрші. Және сен осы тапсырманы өзің аяқтап көр. Мен саған ойланып жазуыңа 2 минут берейін. I'll give you 2 minutes. Okay, my dears. Сен енді барлығын, бүгінгі грамматиканы да үйрендің, жаңа сөзді де үйрендің. Келесі тапсырманы қарап жіберші. Count and write. Okay, саған келесі бетте кітаптың 8-ші тапсырмада бір құбыжықтың суреті берілген. Құбыжық ағылшынша monster. Monster. Окей. Енді сол monster дейді, monster, құбыжық. Оның қаншама сен өзің көріп тұрғаныңдай көптеген қолдары, мұрындары, аузы бар, көздері бар екен. Сен соның санын жазуың керек. Қанша аузы бар оның? I see one mouth. Мен бір ауызды көріп тұрмын. Бір деп жаза ғой. Please write down number 1. Арғарай енді оңай. Ендеше өзің жаза ғой. Look and listen. It's got one mouth. Now count and say. It's got 3 ears. It's got 5 legs. It's got 3 noses. It's got 4 hands. It's got 4 eyes. Бұл балақай, бүгінгі сабағымыздың соңғы тапсырмасы. 9-ші тапсырма. Task number 9. Бұл жерде 4 түрлі бала берілген. 4 түрлі қыз және ұлдар берілген, я? 2 қыз, 2 ұл бар. Енді бұл жерде қазір саған айтады. He или she деп айтады. Және has got или have got деп айтуы мүмкін. Бұл жерде has got деп айтады. Has got green eyes дейді. Сен түстерді білесің. Green eyes десе, ол не деген сөз? Жасыл көзі бар. He деп айтса, значит, о жерде міндетті түрде ұл туралы айтып жатыр деген сөз. He has a green eyes and a red hair деп айтса, түсіндің ба мені? He has a green eyes, ода жасыл көздері бар, және has a red hair, және қызыл шашы бар дейді. Бірақ бізде жасыл көзі бар, қызыл шашы бар, 2 адам тұр. Оны қалай ажыратамыз? He немесе she деп айтқанына байланысты. He деп айтса ұлды белгілейміз, she деп айтса қызды белгілейміз. Қазір мұқият тыңда да кітабыңа белгіле. Сосын бірге тексереміз. He's got red hair and green eyes. 2. She's got red hair and green eyes. 3. He's got black hair and green eyes. 4. She's got black hair and blue eyes.
Окей, ендігі кезек бізде үй тапсырмасына келді. Please open your activity book at page 5. 5-ші бетті аша ғой, activity book. Я, аштың ба? Ендеше ашсаң, өзің көріп тұрғаныңдай do the crossword puzzle дейді. Яғни мына жердегі пазлды, кроссвордты шешуіміз керек. Мысалға, бірінші суретте экранға назар аудар, мен саған қазір барлығын түсіндіремін, окей? Ал балақай, біріншісінде кроссворд пазлды шешуім керек. Бірінші суретте бізде не тұр? Құлақ тұр. Құлақ ағылшынша, құлақтар қалай болады? Ears. Міне, 1 деген санға жазуым керек. Ears. Үшінші суреттен не тұр? Mouse. 3 деген санды мына жерден табамыз. Міне тұр. Сол жерге біз mouse деп жазуымыз керек. Ал сен жазылуын барлығын білесің. Кеттік. 4-ші тапсырмада read and match, then color. Оқы, белгіле, содан кейін барып боя дейді. Белгілеген кезде қалай белгілейміз? Мысалға, біріншісін түсіндіріп кетейін. It's got 5 legs. And it's green. Не дейді? Ода 5 аяқ бар. Кәне, 5 аяғы бар. Құбыжықты тапшы мына жерде. Я, B нөмірлі құбыжық бізде 5 аяғы бар. Және оның түсі қандай деді саған? It's green. Кәнеке, тезде жылдан жасыл қарындашыңды алда бояй ғой. Ал екінші тапсырмада сенде не деп тұр? It's got 2 heads. Ода 2 бас бар дейді. It's purple. Оның түсі қандай? Қою күлгін. Фиолетовый түсті, я? Ол қай суретте тұр? 2 басы бар. 2 басы бар. Айдаһар A әрпіндегі сурет. Соны сен purple түске бояуың керек. Және 5-ші тапсырмада make sentences, сөйлем құрастыр дейді. Енді саған ол оңай, өйткені біз have got, has got дегенді үйренген болатынбыз, я? Жаңағы 2 отбасыны өттік қой. I, we, you, they, he, she, it деген. Міне осы сөздерден кейін сен тек қана осы сөздерден кейін ғана have got немесе has gotты қойың керек. Бірақ оны қалай таңдайсың? Сен ережеге сәйкес жасауың керек. Мен саған барлығын сындырдым. 5-шісіне мысалы қарашы. I 2 legs. I деген мен. Менде 2 аяқ бар деп айтқың келсе, I have got ба, I has got ба? Әрине, бірінші отбасы бізде have gotты қолданады дедік. I have got 2 legs. Екінші сөйлемді қара. We деп тұрса, біз деген сөз. Ол да бірінші отбасыға жатады. Бірінші отбасыда бізде біз деген сөз бар. We. Және олар have gotты қолданады. We have got red hair. Бізде қызыл шаш бар дейді. Және қалғанын өзің орындай қой. Және оны міндетті түрде біздің чатқа жіберсең, мен саған барлығын тексеріп жауап қайтаратын боламын. Келесі сабақта кездескенше, бүгінгі сабағымыз қызықты болды деген ойдамын. See you in the next lesson. Goodbye.